Саламатсыздар ма? Бүгін халықаралық стандарттау және сертификаттау пәні бойынша келесі дәрісті бастайық. Дәрістің тақырыбы неміс стандарттар институты және Жапон өнеркәсіп стандарттар комитеті. Біз білеміз, неміс, яғни Германияның өзінде Еуропа елдерінің бірі. Яғни бұл неміс стандарттары да, неміс өнімдері де бізде сапалы екендігін білеміз, және Жапония өнеркәсіпсін. Жапонияның өзі Азия елі болғанымен, бұл да сапасын әлемдік деңгейде дәлелдеп кетірген елге, өнімдерінің сапасы әлемдік деңгейде танылған елдердің бірі. Енді кіріспеге тоқталып кетейік. Технологияларды экспорттаушы және көшбасшы болып, яғни әлем чемпионы болып табылатын Германия стандарттауға тиімді органдарға мұқтаж болып келеді. Яғни бұл елде де стандарттаудың өзіне қажеттілік әлі бар екен деген сөз. Стандарттар құнсыз экономикалық және саяси әлемде басты рөл атқарады. Яғни стандарттың тек қана экономика емес, саяси әлемде де рөлі бар. Себебі оған елдің барлық сапасы көрсеткіші қатысады деген сөз ғой. Стандарттау тауардың және қызмет атқарудың ішкі және халықаралық тасқынын көбейтеді. Оны білеміз, тауар айналымы ұлғаяды деген сөз ғой. Сонымен қоса сауда жолымен техникалық кедергілер үйлестірумен материалдық және материалдық емес тауарларға талап етіледі. Стандарттау техникалық білімнің және жаңалықтың таралуына әсер етеді. Бизнесте бәсекені күшейтеді. Бұған дейін де айтып кеттік қой, біз техникалық білім жаңалықтың таралуына әсер етеді деп. Бағанағы кез келген кәсіпорын өзінің тауарын түрлерін көбейткен кезде бұл да белгілі бір өзгерістерге ұшырайды. Экономикалық бәсеке, бизнестегі бәсекені күшейтетінін оны білеміз. Мысалы, екі кәсіпорын деп айтайық, мысалы, құрт шығаратын екі кәсіпорын деп, сүт өнімдерінен жасалған құрт шығаратын кәсіпорын деп айталық. Мысалы, біреуі өзінің кәсіпорын стандартымен шығарып жатыр, біреуі халықаралық деңгейдегі тағам өнімдерінің қауіпсіздігіне жауап беретін қасып жүйесін енгізді деп айтамын. Яғни осы жерде әрине бәсекелестік қасып жүйесі енгізген кәсіпорын бәсекеге қабілетті болады. Стандарттау мемлекеттік жұмысты және экономикалық қиындықтарды жеңілдетеді. Бұны біз білеміз, экономиканың қиыншылығы, яғни дамуы деген сөз ғой, экономиканың қарыштап дамуына стандарттаудың үлесі жоқ. Себебі стандарттау тауарларға, қызметке, үрдіске белгілі бір норма қою нәтижесінде белгілі заңнамаларды енгізеді, нормаларды енгізеді. Жаһандану барысында және технологияның жедел даму нәтижесінде стандарттаудың рөлі жалпы жаңа нарықтың ашылуы басты болып келеді. Яғни жаңа нарық ашқан сайын, біз жаңа стандартты енгізген сайын біздің нарықтық траекториямыз кеңейді. 1917 жылы машина жасау қалыпты комитеті құрылды. Яғни Германияның алғашқы стандарттар жүйесінің пайда болу кезі. Комитет 2 рет атауын өзгерткен. 1926 жылы Германия стандарттар комитеті, 1972 жылы неміс стандарттау институты болып құрылған. 1990 жылы алғашқы Германия стандарттар метрология және өнімдері тексеру бір қалыптау жұмыстары жүргізілді. Кейін бір қалыпты нормативті құжаттар жасау шешілді.
сол құжаттар халықаралық және еуропалық стандарттарға сай болды. Осы жылдан бастап неміс стандарттар институты Германия мемлекетінің ұлттық ұйымы болып, сонымен қоса жалғыз мемлекеттің толық өкілеттігі халықаралық ИСО және МЭК еуропалық сенелік стандарттар ұйымдарында бар. Яғни айтып отырғанымыздай бағанағы неміс елінің, Германия елінің тауарларының, көрсетілетін қызметтерінің сапасы жоғары деп айтып кеттік дәрістің басында. Яғни бұл елде өзінің стандарттарын халықаралық дәрежедегі стандарттармен сәйкестендіріп қойған. Неміс стандарттар институты негізгі ұйыммен қосымша бөлімшелерден тұрады. Штатта барлығы 750 адам. Неміс стандарттар институты ұйымының мүшелігіне фирмалар, заңды тұлғалар, мамандар, ғалымдар, практиктер кіреді. Яғни бұл өте кең ауқымды жұмыс атқарып жатыр деген сөз. Неміс стандарттар институты мүшелері жиналысында президиумға 50 адамды сайлайды. Осыған президент және оның көмекшілері, қаржы басқармасы, институт директоры, сонымен қоса өнеркәсіпшілер, кәсіпкерлер, саудагерлер, ғалымдар жатады. Неміс стандарттар институтының жұмысшы органы ұлттық стандарттар жасаумен қатар Германия техникалық комитетінің жұмысын халықаралық және еуропалық деңгейде қамтамасыз етеді. Біз бағана айтып кеттік қой, Германияның стандарттары халықаралық дәрежеде стандарттармен теңестірілген деп. Еуропалық деңгейде қамтамасыз етеді. Комитетте 40 мыңға жуық адам бар. Институт, фирма, кәсіпорын мамандары. Яғни штаттан тыста адамдар жұмыс жасайды екен, 40 мыңға жуық адамдар. Әрекет жоспары. Бұл жерде әрекет жоспары стандарттар зерттеу жүйесі ұлғаю қажет. Яғни бұл елде де зерттеуге өте көп көңіл бөлетіні көрініп отыр. Яғни Standardization Research Network. Адамдардың бизнес, саясат, қоғам стандарттау бойынша білімін арттыру. Яғни адамдардың бизнеске ұмтылуы. Ол да экономиканы дамытудың бір құралы. Саясат, әлемдік бағана нарыққа шығу саясаты, елдің даму саясаты, кез келген кәсіпорынның өзінің даму саясаты. Қоғам дегеніміз адамдар, қоғамның жалпы оған бизнеске де, мысалы, саясатқа да қатысы жоқ адамдар бар. Осылардың барлығының стандарттау бойынша білімін арттыру. Яғни бізде көп адамдар стандарттау, сертификаттау деген мамандықты естіп жатырса, кейбіреулері түсінбей жатыр. Ол қандай мамандық, не істейді дегенде бізде әлі сол тұсы бізде ақсап келе жатыр. Стандарттау зерттеу мен өңдеуге ықпал етуге. Әрине, зерттеуді бірінші қоямыз және өңдеу. Өңдеу дегеніміз жалпы өзгеріс енгізу, немесе бір нәрседен екінші нәрсені жасап шығару. Біз алдыңғы сабақта айтып кеттік қой, мысалы біз ақ қағазды пайдалансақ, оны өртеп жібермей, қайтып өңдеуге беріп, переработкаға беріп, картон қағаз жасау, тағы да басқа салфетка, түрлі картондар, коробкалар жасау, соның барлығы мысалы өңдеуге жатады. Яғни бұл елде де барынша қоқысты қалдықтарды өңдеуді қолға алып отыр. Стандарттаудың ең басты рөлі әлемдегі нарықты бәсекелестікті ұйымдастыру, нарықтағы бәсекелестікті ұйымдастыру және шығыстың қысқартылуы мен адамдар шешіледі. Бұл шығыс деп отырғанымыз шығынның қысқартылуы, яғни шығынды азайту. Яғни бизнестің, саясаттың, қоғамның шешілуі. Стандарттау саясат өндірістегі стратегиялық құрал ретінде шешіледі. Яғни
стратегия дегеніміз бір алға қойған жоспар ғой, иә. Алға қойған мақсат, осылардың шешілуіне стандарттардың үлесі өте зор. Бұл ел сол дамудың, яғни алдыңғы шебінде келе жатырған дамыған елдердің қатарында болуының себебі осы жалпы стандарттауды, сертификаттауды жоғарғы деңгейде қарастыру себебінен. Осы келесі енді біз Германия елінікін айттық, неміс елінікін айттық, енді жапон өнеркәсіп стандарттарын тоқталайық. Жапония елінің біз түрлі нәтижелер шығарып жатырғанынан естуіміз бар, хабарымыз бар, иә. Өте сапалы өнімдер шығарады, қызмет көрсету жағынан да өте сондай дамыған елдердің қатарында. Жапон стандарттау ұлттық ұйымы 1949 жылы құрылған өнеркәсіпті стандарттардың Жапон комитеті болып табылады. GISC. Бұл комитет ғылыми және техникалық бірлестігінің басшылығымен жұмыс атқаратын сыртқы сауда және өндіріс министрлігінің консультативті органы. Яғни сыртқы сауда мен өндіріс министрлігімен тікелей жұмыс жасайды екен. Яғни бізде индустрия және даму министрлігі, иә, солай. Мысалы, бұрында басқашалай аталады, иә. Бұл елде сыртқы сауда және өндірістік министрлікті аталады екен. Яғни міндетті түрде олар өндірістегі өнімдерін шетелге шығаруды көздейді. GISC құрамына кіретін стандарттау жөніндегі кеңес, салалар бойынша кеңестер, техникалық комитеттер. Бізде де бар ғой, техникалық комитеттер, Қазақстанда да бар, әр сала бойынша. Стандарттау жөніндегі кеңес комитеттің генералдық конференцияларын ұйымдастырып жүргізеді және жұмыстарын жоспарлап орындауын қадағалайды. Жоспарлап қана қоймайды, соның орындауында қадағалайды екен. Яғни белгілі бір уақытқа бір нәрсені жоспарлады ма, соның аяғына шейін жеткізеді екен. Стандарттау жөніндегі салалық кеңестер және техникалық комитеттер өндірістің негізгі салаларының және құрылыстың стандарттарын әзірлейді. Яғни бұл жерде құрылыс негізгі салаларына болсақ, құрылыста маңызды рөл атқарады деген сөз. Жапонияның ұлттық стандарттау ұйымы, Жапонияның өнеркәсіптік стандарттар комитеті 49 жылы құрылған деп айттық, иә. Өнеркәсіп министрлігінің консультативтік ғылыми-техникалық және технологиялық басқармасына бағынады. Ол GISC жұмыс жоспарларын бекітеді, ал осы басқарманың стандарттау бөлімі GISC хатшылығының рөлін атқарады. Барлық кеңестер мен техникалық комитеттердің мүшелерін сыртқы сауда және өнеркәсіп министрі тағайындайды екен. Әдетте бұл ғылыми және ішкі іскер топтардың өкілдері, практиктер, мемлекеттік мекемелердің қызметкерлері, өндірушілер мен өнімді тұтынушылар ұйымдарының мамандары. Яғни бұл жерде бір бағыт емес. Көріп отырсыз ма? Мемлекеттік мекемелердің қызметкерлері де кіріп тұр, иә? Өндіруші де кіріп тұр, және өнімді тұтынушы да кіріп тұр. Бұл жердегі тұтынушының маңызы өте жоғары. Мысалы, кәсіпорын ойлайды, иә? Мысалы, мен жалпы өнімімді халықаралық стандартқа сәйкес жасап жатырмын деп. Ал жасады делік. Бірақ тұтынушы оны жылдар бойы тұтынып келе жатырған кезде ол ұзаққа шыдамайтын болса, міндетті түрде тұтынушы ол берілген, бағана біз айтамыз ғой, гарантия, срок гарантия береді, осындай уақытқа шейін жарамдылық мерзімі деп, осындай уақыт аралығында, мысалы, гарантия 3 жыл, гарантия 4 жыл, гарантия 5 жыл, гарантия 10 жыл дегендей бізге кепілдік мерзім береді. Осы кепілдік мерзімді тұтынушы, мысалы, алған тауары 10 жылға кепілдік мерзіммен беретін болса,
ол 5 жылда бұзылуы мүмкін, немесе 1 жылда бұзылуы мүмкін. Осы жерде тұтынушының пікірі, тұтынушының бағанағыдай берген өтініші, арызы қаралып міндетті. Так. Президент пен вице-президент бас конференция 2 жылда бір рет сайлайды. Яғни президент өзгеріп отырады деген сөз. GISC қызметін үкімет қаржыландырады. Стандарттар туралы заңға сәйкес Жапонияда ұлттық өнеркәсіптік стандарттар, өнеркәсіптік қауымдастықтың салалық стандарттары және фирмалық стандарттар бар. Яғни бұлар фирмалық стандарттың өзін, яғни ұйым стандартының өзін халықаралық дәрежедегі стандарттармен байланыстыратын болып тұр. Осы жалпы Жапония елінің болсын, неміс елінің болсын, стандарттарының әлемдік деңгейде сәйкестендіруі бұл елдің өзінің даму саясатының бағанағы өте алдыңғы бағанағы өзінің елінің даму болашағын кең ауқымда елестететін көрініп тұр. Тәуекелге барып өздерінің кішкентай кәсіпорнын ашса да, соны халықаралық дәрежедегі стандарттарға теңестіріп өнім шығаруын қамтамасыз етті. Яғни біз айттық, өндірушіде, тұтынушыда, бизнесте, мемлекетте осыған бәрі сай жұмыс істейді. Яғни бұл өте тек қана сауда емес, мысалы білім саласы болсын, медицина саласы болатын болса да, бұл Жапония елі деп айталық, Азияның елі, дамушы. Келетін, мысалы, білім алуға әлемдік деңгейде білім бере алады. Себебі бұлардың білім саласының өзінің стандарттарды әлемдік деңгейдегі стандарттарға жауап береді. Бағана әлем мойындаған жоғарғы оқу орындарымен тығыз байланысты. Немесе медицина саласы деп айталық, медицина саласының өзі өте жақсы дамыған. Тағы қандай сала деп айтайық? Бұлар техника жасау жағынан да өте алдыңғы шепте келе жатырған мемлекетте. Жапония өте экономикасы дамып кеткен елдер. Әрине, бұл елдерді біздің елмен салыстыруға болмайды. Бұл елдерде бағана көріп отырғандарыңыздай 40-50 жылдарда өзінің бағанағыдай стандарттау жағынан өзінің белгілі бір саясатын қалыптастырған ел. Біздің елде осындай елдердің тәжірибесін ала отырып, жақсы жақтарын ала отырып, біздің елдің де кәсіпорындары, біздің елдің де үкіметі осы салада бағана өнім өндіру саласы болсын, қызмет көрсету саласы болсын, медицина саласы болсын, тағы да әртүрлі салаларды осы әлемдік деңгейдегі стандарттармен салыстыратын болса, Қазақстанның экономикасы дамып, әлемдік деңгейде біздің тауарларымызды мойындайды екен. Тыңдағандарыңызға рахмет. Осымен дәрісіміз аяқталды.